Эти дни кезінде зікір айтса бола ма? Бола береді. Іштей оқып жүрсе бола ма? Намазды ма? Не істейсің? Іштей оқып. Намаз оқып. Намаз оқып. Сондай намаз бола ма не? Мысалы, сіз отырсыз. Тик-ток шығып, қарап отырсың Инстаграм. Не істейсің? Инстаграм көріп, ішімнен намаз оқып отырмын. Мен ойнап отқан жоқпын. Мен сіздерге отырып алып, ішімнен намаз оқыдым десем, бола ма? Болмайды ондай. Үйлендік, 3 баламыз бар, некеге отырмадық, енді неке қидырсақ бола ма? Бүгін барып қидырыңыз, ағасы. Сабақта дұрыслап оқымасам да, салауат айтсам оқуға түсемін бе дейді. Түсесің. Оқи бер. Аға, сіз шыққан сайын осы сұрақты қоямды, жауап ала алмай жатырмын. Анамның мәйіті шұңқыр болып қалды. Басқа жерден топырақ салуға бола ма? Бет ашылып тұр. Жабыңыздар. Басқа бір жерден дегенде біреудің қасыңызда жатқан мәйіттің қазып алып былай қойға болмайды. Басқа жақтан, анау жақтан бір кең жерден бетін алып тастап, енді таза болсын деген ғой. Бір слойды алып тастасын шөппен, соң екінші слойдан әдемілеп тұрып алып, үстінен қайтып үйіп қою керек. Егер өз топырағы жетпей жатса, рас, көктемде, күзде, жерден грунтовый сулар көтерілген кезде, ана ішіндегі қабыр кішкене ойнайды, үсті түсіп кетеді. Соны жабу керек. Бір. Екіншісі, қабыры түсіп кетсе, жаман адам болған екен, яки болмаса бір бәле болған екен деген сияқты палашуларды қойыңыздар. Арам болады. Құдай біледі. Ол адамның сүйегіне қарап, ана дүниесі, бұл дүниесі баға қойылмайды. Түсінікті ме? Сондықтан қабыры түсіп кете береді. Ол физиология, жердің асты, жердің үстіне ондай оған жаңағы ырым құрудың, бірнәрсе құрудың не жоқ, үкімі жоқ. Түсінікті? Қарыз оразам бар еді, жүкті болып қалдым. Ораза басталғанша өтеп беру керек па дейді. Жоқ. Онлардан Қырғызстан, алейкум ассалам. Стас, вы единственный человек, который очень приятно слушает вас, и слушая вас, уже начали многие намазы. Альхамдулилля. Но единственный, наверное, так нельзя говорить. У нас очень много учителей, религиозных служащих. Алла разы болсын. Ұстаз, барлық сөзді жүрегім ауыр қабылдаймын дейді. Тамақ бар ма десе, үйде тамақ жоқ десе, жүрегім ауырды. Не болды? Қабылдап қалдым. Чай бар ма десе, чай бітті десе, жүрегіңе қабылдасаң. Қасық алып берші десе, алып бере алмаймын, өзің аласашы, қолым бос емес десе, жүрегіңе қабылдасаң, қалай өмір сүресің? Туалетный бумага бітіп қалды десе, жүрегім ай деп отыра бересің бе енді? Оған қарамайды, жүрегіңе қабылдай берсең өмір болмайды. Біз қабылдайтын нәрсе бар өзі. Біз қабылдайтын нәрсе қабылдайық та, қабылдамайтын нәрсе қабылда. Жүрегіңе иманды қабылда, пайғамбарға деген махаббатты қабылда, жүрегіңе Аллаға сенімді қабылда, ағайынға бауырмашылықты қабылда, еркек болсаң әйелге махаббатыңды қабылда, әйел болсаң күйеуіңе құрметіңді қабылда. Жүрекке қабылдайтын нәрсе былай. Жаман ойлардан қалай құтылуға болады? Жақсы ойларды көп ойлай бер. Сол кезде жаман ой өзі кетеді. Біз жаман ойларды жеңудің ең жақсы жолы жақсы ойларды көбейтіңіздер. Қаза намазда құптан соң оқи ма? Разница жоқ, любой уақытта оқисың. 3 уақытта оқымаған дұрыс. Күн тік тұрғанда, ровно обедте, күн шығып келе жатқанда, оған күн батып бара жатқанда. Қалған уақыттың барлығына қаза намаз жүре береді. Ана макрух уақыттар бар, асадан кейін болмайды, анадан кейін болмайды. Ол артық сөз, оқи бересіз. Қаза намазға не жоқ, тоқтам жоқ, ол қаза, қарыз. Салауатты қосып айтып 500 рет қайталап тұру сауап па дейді. Ачо 500? Неге 501 емес? Неге 128 емес? Неге 5 миллион емес? Неге 5-ке барады? Сол үшін айтылады. Салауат аслияты сүннатын, вал кайфияты бидатын дейді. Салауат негіз айту сүннет, жақсы нәрсе, бірақ кайфият, яғни бір орынға байлау, бір санға байлау, ол жақсы емес дейді. То есть 500 рет, 99 рет, 77 мың рет айту болмайды. Айжұлдыз, ой рахмет қарындасым, жұма мүбәрәк болсын алтыным. Түсімде ән айтып жүрмін. Не болады дейді. Жақсы болады.
Ойымдама. Көңіліңнің тоқтығы деген сөз. Каково положение кымыза в исламе? Бывают случаи, когда люди от него пьянеют. Но здесь вы уже слишком переборщили. Я, как истинный казах, с детства пью кымыз. Я еще не... Можно сказать, те кымызы, которые я не пил, наверное, и впредь до монгольских, до башкирских кымызов я все выпил. Но я еще не видел, что кто-то пьянел. В моем, допустим, крови, я считаю, что в моем крови нет спиртного градуса. Но если... Наверное, я бы опьянел от кумыса, поэтому такого понятия нету. Это, знаете, придумали те, которые вот другим, как говорится, делать нечего, и придумают вот такие небылицы всякие. Если приснилось, что во сне меня хотели украсть, ну, скоро выйдете замуж, готовьтесь. Қайырлы таң аға дейді. Дұға жасағанымда еснеп, денемді қасығым келеді. Бұл жынның тартуынан ба? Жоқ, қасып алып жасай бер дұғаңды. Денеңіз қышып тұрса, сол жерде қасып алыңыз да оқи беріңіз. Дұға жасай беріңіз болды. Дұғада проблема жоқ. А енді еснеу болса, еснегенде ауызды жабыңыз. Я часто во сне вижу младенца. Скажите, это относительно, скорее всего, если вот этот промежуток частности превышает количество в неделю 3 и более раз, это указывает на то, что у этого человека есть сглаз, либо порча какая-то. Я утренний намаз очень много пропускаю. Что делать? Задается вопрос встречный. Почему пропускаете? От лени? Или не можете встать? Или вообще забываете? Исходя из этого формируется ответ. Темекіні одноразкан тастай алмай жүрсе не істеуге болады? Аз-аздан шегуге тырысу керек. Аз-аздан шексең қоясың. Ораза екінші жақсы темекі қоюдың жолы. Кешке дейін ораза ұстайсыз, уже тыйыласыз, кешке ар жағы оңай болады тастау. Үйден 96 километр шықсақ, намаздар қысқара ма дейді? Қысқара, да? Қарыз оразаны жүктілікте өтемесе ештен етпей ме? Сосын оны босанған соң өтеу керек па дейді. Я. Орда мойында тұра береді ораза. Мысалы айтайық, аяғыңыз ауыр болды, бала көтердіңіз, кішкене көңіл күйіңіз, денсаулығыңыз болмайды, ораза ұстамайсыз. Қарыз тұра береді, бала босанасыз, шариғат бойынша 2 жылға емізесіз, емізу промежутокында және де ораза ұстамайсыз. Ал енді ораза ұстаймын деп дайындалып жатқан кезде тағы көтеріп қойдыңыз, тағы да кетеді солай продолжение. Пока 58-ге келгенше полный солай жалғаса береді. Соны 58 ар жағында жас кезің бар, в общем 60 жылдық ораза мойныңда тұра береді. Енді ұстағанша ұстайсыз, ұстамасаңыз иншалла Құдайдың рахымына өтіп кетесіз. Сондықтан Алла рахымды кешіріп қояды. Сіз әдейілеп істеген жоқсыз. Үйленген соң жалғыз бала болса да бөлек шығамыз деп айтсақ қалай дейді. Не хорошо, жақсы емес. Бірақ кейде қажеттілік болады. Мысалы айтайық, ата-анаға көмек беру мақсатында, дүние табу мақсатында, кішкене аяққа тұру мақсатында, ата-аналардың денсаулығы жақсы болса, олар өздері тұрып, өздері шайын қойып, өздерімен өздері кемпірмен, яғни мамаң мен папаң өздері жақсы, орысша айтқанда ладить етіп, бір-бірімен жақсы тіл табыстар, орталары жақсы болса, онда рұқсат сұрап, бөлініп шығып, арғай жұмыс істеп, қызмет істегенде тұрған ештеңе жоқ. Ал енді, мысалы, мен де өзім сондаймын, жасыратыны жоқ. Менің ата-анам басқа жақта тұрады, екеуі, мысалы, өз тамақтарын өздері қойып шығатын кісі, мен де қастарынан шыққым келмейді, бірақ айтауына маған қызмет жаса, еліңе қызмет жаса деп батасын беріп шығарған, сондықтан мен ес білгелі өзім сыртта жүрмін. Бірақ күніне бірнеше рет телефонмен өздеріңізге видеода көрсеткенбіз, салып хабарласып тұрамыз.
5 айдан басқан бала ауру боп туылды. Алдыр деді врачтар. Мен алдырмадым дейді. Енді не боп? Босандыңыз ба? Ұстаз, қызым тұрмыста болды 2 рет. Бойдақ жігіт алам деп қоймайды. Әкесі қарсы дейді. Туысқандары құда боп келсін. Құда боп келсін. Не, күйеу, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның әйелі Хадиша анамыз 2 рет күйеуге шығып, пайғамбарымызға дейін. Екеуі қайтыс болып, 3-ші рет Мұхаммед пайғамбарға шыққан. Енді оның күйеуі қайтыс болған. Так что одан проблема жоқ. Алла тағаланың рахымы пендеге кешігіп келуі мүмкін. Бірақ әр ата-ана өзінің баласын біледі, оның мінезін біледі. Оның ана баланы ертең өмірін талқандап қоймасын. Мәселе осыда. Сіз өзіңіздің қызыңыздың қандай деңгейдегі қыз екенін білесіз. Иә, қызыңыздың тағдыры сондай болды, ауыр болды. Бірақ қызыңыз саналы қыз, өте ақылды қыз, иманды, ибалы қыз. Онда құдалар ертең бала сезімге беріліп, жақсы көрдім, бүйттім, сөйттім деп, жаңа шоколад көрген бала сияқты жылай беріп, аламды алам деп, ертең шоколадтың дәмін көрген лақтырып жібермеу керек. Және екеу болса, соған 3-ші басына дақ болып қосылмасын. Мәселе осыда. Сондықтан оны үлкен ортаға салып, үлкендермен шешіп, сөздің башын ашығын айтып, мен 2 рет күйеуге шыққам, осындай болған, ертең күні менің бетіме салып баспаңдар, мен бірақ жақсы әйел болып берем, мені деп сөйтіп басын ашығып алса, онда жақсы болады. Онда мына жақтың да претензиясы болмайды, мына жақтың да претензиясы. Оны жасырып, үйді баланың көңіліне қарап, бала да шылап қоймайды, жаңа шоколад көрген бала сияқты. Мен алам, алмасам асылып өлем деген сияқты. Бұл ақымақтық болады. Алла саған рахым еткенін қалай білуге болады? Осы мені тыңдап отырғаныңның өзі Алланың рахымы деп түсіне бер. Егер Алланың рахымы түспесе, вообще Алланың сөзін естімей кетесің бұл өмірден. Құдай тағала сен сондай қылады, бұны естігенде жүрегің айнитын болады. Келтірмейді бұндай жолға. Ешқашан тыңдамай кетесің. Мені тыңдауыңның өзі Құдайдың рахымының сенде барын көрсетеді. Жауап керек еді, керек нәрсе еді дейді. Гүлсара, айтсашы. Жұма күні мәйітке баруға бола ма? Болады. Доброе утро, имам. Здоровья, мне счастья. У меня вопрос. Везде разная информация. У каждой говорит по-своему. Употребление в пищу креветок, хищных рыб, таких как судак, змееголова, нельзя. Ортажус разрешается. Не слушайте. Вот зачем вы себя чрезмерно нагружаете информацией? Я вам говорю, вот можно есть. Все ешьте. Спасибо. Как говорится, приятного аппетита. Змееголова, хищные рыбки, судак, там что у нас, щука, да, по-моему, тоже хищная, нет проблем, ешьте. Змееголова это относится к рыбному семейству, она не относится к змеям, хотя уподобляется змеям. Но еще один момент, есть такие рыбы, которые определенное время, количество проводят на суше, а потом на воде. Заключение дается путем рассматривания времени, суток, какое больше времени это существо, да, находилось на суше. Если она большую часть своей времени находится в суше, она дается решение, что это то есть не рыба. А если она находится большинство времени на воде, там бывает иногда, выходит, там гуляет, не знаю, в магазин, в мегацентр ходит и там что-то кушает, а обратно возвращается в водоем. Она считается рыбой. Неужели это проблема? Там, не знаю, так много у вас с этим сталкиваетесь, что ли? Больницада жатырмын, Алла шипа берсін, тамағыма операция еткем дейді, Алла жеңіл берсін, намаз оқылмай жатыр, қазаға болады ма дейді. Алла шипа берсін, ханға. Егер мүлде болмаса қаза қалады. Егер болса басыңызбен де бүйтіп оқысаңыз бола береді. Тұрып отыру қиын болса. Жолымыз ашылмай кетсе не болады? Жолың ашылмай кетуі мүмкін емес, ашылады. Сен сол ашатын есікті дұрыс ашпай жатсың. Біліңіздер, есік жабылса, терезе ашылады. Терезе жабылса, кішкентай бір тесік ашылады. Алла пендесін, атамыз қазақ айтқанда, бір қозы болсаң, саған жусаны артық өскен жер бетінде. Нәсібің бар. Нормальный нәсібің бар. Уайымдама. Сен Аллаға бұрыла бер, нәсібің бар. Жолың жабылмайды. Ал жол жабылады қашан? Алладан сен теріс бұрылған кезде Алла саған жабылады. Вот сол проблема. Ранаға дейді, әйелім үйге қонақ келгенін жақтырмайды. Туыстарым, достарым келсе қатты ұяламын. Бүкіл беделімді құртады дейді. Үйге келмей қой, кафе бар, ресторан бар. Проблема не? Енді сен әйеліңді аясаш,
ыдыс аяқ жуу керек сенен кейін. Или сен өзің жәрдем бер. Қонақ күткеннен кейін жәрдем бер. Өзің салат тура, кішкене жәрдем бер. Одан кейін алып келген кезде өзің однокомнатныйда тұрасың, үйге қонақ шақыра беретін адамдар бар. Айналдым. Егер шақырсаң, да шақыр, бірақ кешке түнге шақырма. Ол ұйықтау керек, оның режимі бұзылады. Ол әйел, баяғы апалар жоқ. Сен соны сүйіп қосылдың ғой, сенің не? Өмірің қонақтан тұрмайды ғой, жан. Иә, қонақ келеді, ода тұрған шегі жоқ. Обязательно ет тасу керек пе не қонаққа? Макарон қуырып бер. Ода тұрған не бар? Одан кейін жамандама. Сол әйеліңді ақыры бірге тұрып жатсың ба? Қонақ күткісі келмей, жамандама. Иә, ол әйеліңдікі себебін білмеймін, мен сен тек қана бір жағын айтып отырсың да маған, әйелім сондай деп. Оның екінші жағы да болуы мүмкін. Ол әйел жұмыс істеуі мүмкін, бел ауырады, грыжасы бар, білмеймін, настроениесі жоқ, басқа жоқ. Сенің ортаң нашар. Әйелді ортаңмен жақсылап алсаң, сонымен ол қонақ көт. Біз өзі қазақ, ол өлген қонақтаған адамбыз біз. Біз ең соңғы қойын сойып береміз. Сондай алаштың тұқымы ол қонақшыл халық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кімде-кім Аллаға сенсе, фәлюкрим дайфан, қонағын күтсін деген. Сол хадиске амал қылған қазақтар ол жер бетінде алдына жан самайды. Қонақ күткен көріп қаламыз біз. Ең соңғысын сойып береміз. Өзіміз үйден шығып кетеміз, қорықпай ақ қой. Сенің әйелің де сол қазақ. Сенің әйелің де сол қазақ. Сондықтан оған кішкене, значит, бір себебі бар. Төркінге жібермейтін шығарсың. Енді сен мүмкін бір проблемаң бар шығар. Ұрсатын шығарсың, тамақ бермейтін шығарсың, үйің нашар шығар, мебелің нашар шығар. Содан ұялады кейбір әйелдер. Мен өткенде оразада бір жігіт шақырады. Ауыз ашарға мен кездесті де маған, сізді шақырайын десем дейді, сенесіз бе дейді, үйім өте нашар дейді, жағдайым нашар дейді, сізді үйге кіргізуге ұялам дейді. Сонымен таң қалдым, сондай адам бар екен ғой деп. Сонымен әдейілеп айттым, мен бәлен күні барам деп тұрып алдым. Жоқ, мен сізді кафеге күтемін, жоқ, мен сенің үйіңе барам дедім, үйін көрейін деп. Енді кішкентай қазақтың бір комнатты үйі, бір комнаттан да кішірек тұрып жатыр, қуанып, сіз бұндай үйге келмейді деп ойлаймын. Мен неге келмеймін, міне аяғым аспаннан салбырап түсіп па не соншама? Жоқ, мен өзім келем деп өзім келіп отырып, енді Құдайдың құдіреті, сол жерде дұға қылдық. Осы бір апта болды ма, сол жігіт 2 бөлмелі үй салды. 2 бөлмелі үй сыйлады. Күміс тағу керек ер адам дейді. Міндетті емес күміс тағу. Тақсаң өзің білесің. Сүннет деп те айта алмаймыз. Жақсы нәрсе тақсаң. Бірақ тақпаған одан да жақсырақ. Махарды неке қимай тұрып алып берген дұрыс па дейді. Неке қиғаннан кейін аға берішеш. Асықпа. Шыдатпай атыр ма, кішкен шыдай тұр. Ұлым 13-ке толады. Мал шалсам бола ма дейді. 13-ке толмай тұрып таратса болмай ма не? Обязательно 13-ке толу керек па не? Мүшелге келу керек па? Тарата беріңіз, жақсылық қыла беріңіз. Мүшелге аман есен жетейік, аман есен өтейік. Құдай тағала жақсылық өмір берсін. Мүшелге қадалмай қойыңыз. Жақсылық жасай беріңіздер. Ауылдық жерде тұратындардың үйіне бардық, және жалғыз баласы дүниеден қайтқан, жақындары көңіл айтуға барса, әйелі теріс қарап жүргенде бар дейді. Шын мәнде, мына кешкі құптаннан кейін, мен қонақ туралы интернетте уағызым бар, көріңіз, тыңдап көріңіздер. Негізі қонақ күткен жақсы. Бірақ қонақтың келмейтін уақыттары бар, әдепсіз уақыттары бар. Ол кешкі құптан намаздан кейін, адам өзі ұйықтап жатқан кезде, одан кейін ескертпей келу деген бар. Біле тұра жақын жерде бола тұра. Осы нәрселер жақсы емес ағайындар. Өзі жақын жерде тұрған адам ескертіп келгендір. Алыстан енді жолаушылап келсе, ол басқа мәселе. Оны Құдай қонақ дейміз. Бірақ үйдегі адамдардың батал-батты бір-біріне кіре бергені, ол үйінде бір жатқысы келеді, бір демалғысы келеді, бас ауырады, сақинасы бар, нерві бар, в конце концов іші пысады, күйеуімен ұрысқысы келеді, төбелескісі келеді. Енді соның барлығына мұрын тығып келе береді, спальныйға кіре береді, қайын сіңілдер, туысқандар, балалар, үйлерінде не бар екен, әдір спальныйға кіре берген. Өте жексұрын нәрсе. Қойыңыздар ол нәрсе. Біреудің жеке үйіне, жеке интимный бөлмелеріне, кейбір ол олма, шкаптарын ашатындар бар. Шкаптарында не бар екен деп, киімдерін бүйтіп ашып, шифонерлерін ашып көріп, ішінде не бар деп, қалтасын тексеретіндер де бар. Не бар екен, не тығып жүр екен бізден деп. Бұл ұят нәрсе. Бұл ең сорақылық нәрсе. Ағаңды, жеңгеңді жек көрсең де олай істеуге болмайды. Кірмеңіздер, рұқсат сұрап кіріңіздер, бұл жақсы нәрсе. Ата-ененің ризалығын алып дейді. Ата-ененің ризалығын алып жанында қызмат қылған жақшығы, же даватқа шығып елге қызмат қылған жақшығы. Ата-ене қызматқа зарылшылық болса, ата-ененің жанында болған зарылшылығы чоң болады.
Эми атанан азыр эле айттык, биз казакча эле айттым, зарылчылык болбосо, өз буттары жакшы, жүрөт, ичет, чай таамдары бардыгы жакшы, ошо элге кызмат кылган жакшыраак болот. Даватка чыгырса, ошо жакшы эле болот. Эми өлүп калат го десен, ким билет, Кудай билет, ата эне өлөбү, бала өлөбү, аны Кудай билет. Ошон үчүн карап көрүш керек, кандай учурда турат. Ата эне ошо кызматка зарылчылык учурунда турса, ошонун жанында болгон жакшы эле болот. Чоң сооп болот, милдеттүү болот ага. Менин акеме ана атама дуга өзүңүз жасаңыз, ар ким өз жасасын, мен амин деп турам. Мен амин деп сиздин дугаларыңызга косулуп турам. Күйөөм Куран окумайды, мен окуймун, бул күнәма дейди. Бул күнәма дейди. Жок, күнә эмес. Ер адамның алдында окуганым жок, күнә эмес. Енді сен күнә оқығандығы да махалаға шығып кетпей, қалаға шығып, шаһарға шығып, жаңылсам Қарақалпақстаннан жазып отқан ұқсайсың, сөзіңе қарасам. Шығып алып, көшті жеп алып, көршінің үйінен, сол көшпенен ұрып, тақия ташының басына оқып кетсең болмайды. Қожелге шығып кетсең, сол оқығаннан Қожелден бірақ оқысаң болмайды, ондай нәрсе дұрыс емес те. Ал үйде оқысаңыз оқи бересіз. Еркектің алдында Құран оқу, өз еркектің алдында Құран оқу күнә емес. Сауап қайта. Сол еркек көріп ұялсын сенен. Менің қатыным оқып атқанда мен неге оқымайман деп. Оқымайман деп. Күйеуім, так оны айттық. Жұма барак басын айт. Әумин. Жеңгеме қатты ренжулімін. Ағам үшін араласқым келеді дейді. Бірақ жеңгемді көргім келмейді дейді. Ол сені де көргісі келіп тұрған шамалы. Сіздер өз ағын көресіздер. Алладан сұрасайшы сен. Сені мен көргім келіп тұрған, ұнап тұрған жер шамалы ол сені. Ағам үшін араласам, бір нәрсе үшін араласам, жоқ ардақтылар. Онда условия қойма. Қайдан білесің сенің тағдырың қандай болатын ботам. Сондықтан жақсылық жасай бер, таспен атқанға аспен ат. Ағаңа сол жеңгеменен ортасында комфортный ма екеуі? Ағаң менен жеңгең бір-бірімен жақсы өмір сүріп жатыр ма? Орыстар айтады, третий лишний, сен лишнийсің ол жерге. Сен кірме. Түсіндің ба? Егер екі ортаңда екеуі жақсы ма айтшы, жақсы жата тұрады, бір-бір мейлі екеуі де оңбаған. Или ағаң жақсы, обычно көбізде бізде бұла ғой. Ағаң жақсы, то есть жеңген жаман, сенкіндей. Бізде солай өзі. Ана жеңге оңбаған, көргің келмейді. Көргің келмей қой, жеңген ағаң көріп жатыр ғой, конкретно көріп жатыр. Таңға дейін көреді бір-бірін. Ол көре берсін. Қайта сен соны тілеуін тіле. Егер сенің сол жеңген өліп қалса, сол ағаң саған бір теңге керек жоқ. Бір рет киімін жуасын, екі рет нәскиін жуасын, үшінші рет саған надоел болады. Ол мен бауырым дегендерін былай емес, былай көргенбіз. Менің бауырым дейді. Сол бауыр ажырасып сен үйіңе келсе, сен оны кіргізбейсің. Сен 2 күннен кейін жының келеді оған уже, тиісесің. Нәскиің сасық, үстің жумайсың ба, тамағың дұрыстап жинамайсың ба деп екеуін қырылысып тынасың. Ең соңында ол қаңғытып тынасың сен оны. Сондықтан қатырма. Сен өз соларға істеген жақсылығың, сен өмірлерін араласпа. Сен өз өміріңді жақсылап алып кет ары қарай. Болды. Солай. Неке жүзігін сатып алғаннан кейін дейді, міндет түрде оқытып тағу керек па дейді. Жоқ, тақпайсыз. Оқытып қалдават еді, осыдан шешілмей жабысып қалсын десің ба? Не деп оқиды? Мен енді талай оқыған нәрседі көргем. Қамшыны, кітапты, не оқыды, оқыларындар көрдім бұлай. Сепшкаларды, бірақ что-то свежий екен. Оны үші көру керек, набормен оқима, наборсыз оқима. Егер набор берсеші, жүзік емес, набор бермесе. Наборын бәрін оқып біткенше шаршайсың ғой, бәрін. Оны нәрсе жоқ жан. Оқытып, қалдават етіп, бүйтіп, сөftеп оқиды. Осыдан шешсен қолың қысынып қалсын деп оқима, жоқ шешілмей жабысып қалсын деп оқима, не деп оқиды? Біз өлгенде ғана шешеміз деп оқима. Не керек бар оны? Қызымыздың тұсауын кестірсек дейді, жоқ ондай нәрсе. Ал енді кестірсек кесеміз, Құдай қаласа жақсы. Балаға аян берген атты қою керек па? Сол жағын қойған дұрыс. Тек қана бір шарты бар, бір жаман аттар болмаса. Кейде болып қалады, шайтан сондай түс салып қояды.
Ал неге Құранда біздер деп айтылады? Соны Алла құдіретін көрсету үшін. Құдіретін көрсету үшін. Намаз оқып дейді, кейде шетіндер бар, шетіндер. Сіз неге біреулерді аңдайсыңдар? Так, бұл намаз оқиды, что-то аңдайыншы, бұл шемеш пейма түнде. Сізге не керегі бар? Уақытың не көп па не? Комментарий жазып, біреуді аңлып, біреуді кіріп, шығып, не? Бүйтіп біреу дүрбі қойып алып, камера наблюдение, не керегі бар саған соның? Шеді өзі жауап береді, басында қатырып қайтесің оған. Сен көрме сондай нәрселерді. Сондайды аңдып, мынау бүйтті, ана бүйткенде сөйтті, ана өйткенде өйтті, өйткенде өйтті. Бұл өспейтін адам, бұл осындай болады. Біреуді аңдайды да. Сен өзіңнің өмірің приоритетін өзгерт жаным. Жас шығарсың. Жас кезде болады кейде кішкене сондай. Бірақ қой, жақсы нәрсе емес ол. Сіңілім 43-те дейді. Уақытша тұрғанға сұранып келген еді. Енді кетпейді дейді. Әне, пожалуйста. Мінезі ұнамайды. Кет деп айтсам күнә ма? Өзімді кінәлі сезініп жүрсем кет деп. Енді прямо кет деп айтқан жақсы емес, кет деп итке айтады. Оның өзі итке айта алмайсың, иттің өзі қайтып келеді. Ал бауырға кет деп айтқан сөз жақсы емес. Егер 43-тегі адам өз өмірін өзі құра алмаса, сіңіліңіз, онда ол жағдай ары қарай құрып кететініне күмән бар. Сондықтан да енді қарап көріңіз. Жақсы сөйлеп, жақсы түсіндіріп айтуға тырысу керек. Егер сіз күйеуіңізбен, балаларыңызбен тұратын болса, әлбетте жақсы нәрсе емес. Құрмамен тұмаудан аюға бола ма дейді. Құрмамен ба? Құрмаға өзі 21-ші ғасыр аптекаға барсаң, тұмау болып тұрын десең, бір-екі противовирусный препарат береді сізге. Сол ацикловердан группасынан ішсең жақсы болады. Аптекаға барсаңыз, құрмада аптека бар, құрма сұрамаңыз. 21-ші ғасыр айналайын. Сондықтан құрманы басқа уақытта жей беріңіз. Менің туысқандарым болса, ал сен туысқандарың болса, онда жақсы мәселе. Онда сыртынан дұға қыл. Дұға қыл, содан әулеттің үлкендері бар ғой. Үлкендер жібер саған, айт, мынандай қылып жүр десең, үлкендер барып, қабақтарын ішті, "Ай, бұның не?" деп солар айтады. Сен айтпа оларға. Имплант салуға бола ма дейді? Салыңыз. Еркектер әйелдеріңізге имплант салдырып беріңіздер. Сенің балаңды туам деп тісінен тіс қамады байқұстың. Сондықтан 40-қа 30 өткенде бір кісілер айтады, 34-тем дейді. Аузының бәрі протез. Ұят емес па? Ұят емес па? Сенің балаларыңды дүниеге келтірем деп тісінде протезі бар. Әйелді алып барудың өзіне аласың, бір жерде түсіп қала ма деп. Сондықтан сенің балаңды дүниеге келтірем деп денсаулығынан денсаулық қалмады. Сен де қоймадың бірінен кейін бірін тудырып. Сондықтан міндетті түрде қойып беріңіз. Жұмыс істеп, адам сияқты тіс қойып беріңіздер. Қызым тұрмысқа шыққалы жатыр, баға ашылсын дейді. Әумин. Әне, пожалуйста, теплый пол жүргізіп береді. Ата-аналарыңызға жүргізіп алыңыз, әне рекламалар кетті. Бибігүл қызым ауырып жатыр. Алла шипа берсін, қарындасым. Фетхулла Гүлен деген кім? Америка құрама штаттарында тұратын мойындалған ғалымдардың бірі. Бірақ біздің елімізде ол кісіге қатысты бір-екі келіспеушіліктер бар. Бірақ жалпы өте ғалымдардың бір мойындалған ғалымдардың біреуі. Аға, баламды сүннетке отырғызуға қорқам. Өзі өскенде отырса бола ма дейді. Қашан? 47-ге келгенде отырса, әйелі қиылап отырса ма? Бірақ әйелге деген жоқ, в принципе. Не болады? Ол қорқатын түгел бәрін кесіп салмайды. Уайымдамаңыз, отырғызыңыз. Қатты уайымдайтын болсаң, қолыңды ұнға салып тұрыңыз, жақсы болады. Үйдегі еркектерге беріңіз. Егер еркек, сіз қазір
балаңызды сүннеттеуге қорқасыз. Ертең армияға жібергенде қорқасыз. Өткенде бір армияға бардым мен. Солдаттармен келсе деп. Сөйтіп солдаттар мені көріп жыласа бола ма? Олар қарап мен жыладым. Сол отырдық па? Мына жақта немістермен бір жерге кіріп соғысып кіріп жатса, біз жылап отырсақ, сіздің балаңызды қоса бәріміз отырып, мамамды сағындым деп. Не боламыз сонда? Қандай бала тәрбиеленіп жатыр сонда? Сіз соны кесетін жерін. Егер ертең тісі құрттаса, тісін жұлуға болмайды, тісін аяйын деп. Тісі құрттап бітеді ғой бақсытын. Ертең ол еркек сияқты тәрбиелену керек. Қазір қорқам, мен апарам. Ол да сол сізге қарап ол қорқады. Сол екеуің қорқып отырып едіңдер екеуің бір жерде. Қой балам, яндай болмайды. Жер бетінде жалғыз бала сіздікі. Сіз сол баланы өзіңіз үшін туған жоқсыз. Сіз ел үшін тудыңыздар. Халық үшін тудыңыздар. Сіздердің барлықтарыңыздың балаларыңыз, қазақтың балалары, отанды қорғап, жерді қорғап, елді қорғап, сол жайда жолда жан беретін сол шахид болады. Нағыз қазақтың алтын жанған баласы болады. Қазір армияға жібермеймін, мен баламды түртіп қояды, мен балама сөйлеп қояды. Дұрыс, ондай проблема бар. Оны мемлекет шешіп жатыр. Бірақ сіздер мен армияға жібермеймін, мен балама командир ұрсады, мен ұрыспаған мен ешқашан балама деп. Мысалы, мен анам маған сіз деп сөйлейді, мысалы, көбінесе. Сонда не, мен бүйтуге болмайды, үйден шықпай, маған біреу сен бұл не сөз ол, ардақтылар. Сіз балаларды ел үшін туғансыздар, біліңіздер. Мен үшін емес. Өзі менің балам деген сөзден шығыңыздар. Ертең сіз осылай жасасаңыз, балаларыңыздың келешегіне балта шабасыз. Ертең сізге ешқашан келін ұнамайтын болады. Оның сүйіп қосылған әйелін ажыратып тынасыз сіздің түріңізбен. Мынандай, өзің біл дейсіз, ол тағы чұқисыз, сонымен болмайды ардақтылар. Қойыңыздар. Батыр ол, елдің баласы ол. Ел үшін туғансыздар сіздер. Осы түсінікте болсаң, балаң лаулап жанатын бала болады. Ел үшін. Сондай қыпта, одан да сонда ол баладың өзінде ответственность, жауапкершілік мойнына алады. Мен ел үшін туылған бала екенмін. Мен мамам үшін туылған баламын. Мен мамам үшін емес, мен ел үшін туылған баламын деп солай тәрбиелеп беріңіздер. Бізге сондай жанатын бала керек қазаққа.